Бақбергеннің іс әрекетінде заң бұзушылыққа жақын дүниелер болған ба? Ел көрген видеодан басқа? Я Вас родилась уважают? в СССР, хорошо? Я не должна разговаривать на вашем Страна языке, называется хорошо? Казахстан. Неважно. Солай пайымдадық. Бақбергенге тағылған айып былай болды да, ол қоғамдық орында жеке тұлғаның тыныштығын бұзды деген, иә. Одан кейін ол ана азаматшаның артынан барып бейнежазба түсіріп жүрді ғой. Соны мысалға құқық қорғау органы енді 434 бапта зәбірлеп тиісу деген бар. Бұл жерде былапыт қана сөйлеу емес қой, былапыт сөйлеу, зәбірлеп тиісу, қоғамдық орында елдің тыныштығын бұзу деген соған келтірді олар. Мен оған келіспеймін. Мен ол сотқа қатысқан жоқпын. Өйткені маған аяқ асты айтылды, менің өзім бағана процестерім болып жатты. Сені кейіннен менің білімше өздері бір екеуі де мойындаған. Енді бізде былай мойындаса кішкене жаза жеңіл болады. Сөйтіп, сондай айыппұл арқалаған. Ол жерде қазақ тілін қорғаған адамға айыппұл салып тұрған жоқ. Ол жерде басқа да әрекеттері болды деп айыппұл салып тұр. Түсінесіз ба? Ол қазақ тілін талап еткен үшін ол 434-те олай көрсетілмеген. Ол басқа дүние. Бұл жерде бір-біріне қоғамдық тыныштықты бұзу бар, жеке адамның шекарасына өтуі деген бар. Ол жерде қарап отырсаңыз, екеуі де бір-біріне қоғамдық орында тұр ғой, олар басқа бөлек тұрған жоқ. Сондықтан екеуіне сондай айып тағылды.